Адам өте күрделі тірі ағза, бірақ оны зерттеу өте қызықты. Әр адам өзінің неден құралғанын білу керек. Мен сіздерді адам ағзасында қандай химиялық элементтер кездесетінін және ол қандай мөлшерде болатынын, адам ағзасына әсері қандай екенін білуге шақырамын. Біздің ағзамыздың қалыпты жұмыс істеуіне әртүрлі химиялық элементтер мен олардың 10 мыңға жуық қосылысы қажет. Олардың әрқайсысы біздің жасушаларымыз бен мүшелерімізде 40-қа жуық қоректік заттардан түзіледі. Оларға минералдар, майлар, нәруыздар мен көмірсулар жатады. Кейбір ғалымдардың сараптауынша, ағзаға түскен химиялық элементтердің әрқайсысы белгілі бір биологиялық қызметті орындайды. Ал ағзамызға химиялық элементтер азық-түлік пен ауыз су арқылы келіп түседі. Тіршілік заңы ағзада үнемі зат алмасып тұруын талап етеді. Адам ағзасы үшін шамамен 30 химиялық элементтің рөлі анық белгіленген. Оларсыз ол қалыпты өмір сүре алмайды. Бұл элементтерді өмірлік маңызы бар элементтер деп атайды. Мысалы, егер адамның салмағы 70 кг болса, онда ол 12,6 кг көміртектен, 200 грамм хлордан, 45,5 кг оттектен, 700 грамм фосфордан, 7 кг сутектен, 175 грамм күкірттен, 2,1 кг азоттан, 5 грамм темірден, 1,4 кг кальцийден, 100 грамм фтордан, 150 грамм натрийден, 3 грамм кремнийден, 100 грамм калийден, 0,1 грамм йодтан, 200 грамм магнийден, 0,5 грамм мышьяктан тұрады. Адам ағзасы 60% судан, 34% органикалық заттардан, 6% бейорганикалық заттардан тұрады. Органикалық заттарға көміртегі, сутегі, оттегі, сондай-ақ бұлардың қатарына азот, фосфор, күкірт жатады. Ағзадағы бейорганикалық заттарда міндетті түрде мынадай 22 элемент болады. Кальций, фосфор, оттегі, натрий, магний, күкірт, бор, хлор, калий, ванадий, марганец, темір, кобальт, никель, мыс, мырыш, молибден, хром, кремний, йод, фтор, селен. Элементтерді тірі ағзалардағы орташа мөлшеріне қарай екі топқа бөледі. Бірінші макроэлементтер, олар оттегі, сутегі, көміртегі, азот, фосфор, күкірт, кальций, магний, натрий және хлор. Олардың ағзадағы мөлшері 10%-тен жоғары болады. Екінші микроэлементтер, олар йод, мыс, мышьяк, фтор, бром, стронций, барий, кобальт. Олардың ағзадағы мөлшері 10% пен 15% аралығында. Адам организміне қажетті элементтер қоректік заттармен бірге белгілі мөлшерде түсіп тұрады. Кез келген элементтің артық мөлшері немесе жетіспеуі адамның денсаулығына кері әсерін береді. Атап айтар болсақ, мәселен, кальций адам ағзасында 1000-1400 грамм аралығында болады. Соның 99% сүйекте, тіс кіреукесінде, ал 1% оның ішкі жасушасында, қан құрамында маңызды рөл атқарады. Кальций сүйектің саулығы мен беріктігін сақтайды. Кальций сүтте, балықта, теңіз өнімдерінде көп болады. Калий қан қысымын төмендетеді, жүрек қағысын реттейді. Ол бананда, өрік мүйізде, картопта мол болады. Темір бұл элементтің рөлі денсаулық үшін өте зор. Егер темір жетіспесе, баршамызға белгілі анемия немесе қаназдық ауру пайда болады. Адам қанында 3 граммға жуық темір бар. Темір жетіспеген кезде тері бозарады, тырнақ жұмсарады, әрі тез сынады. Ауыз қуысы мен асқазанның сілекейлі қабаты бүлінеді. Темір жұмыртқаның сарысында, қара құмықта, грек жаңғағында, күнжіт, фасоль, өрікте, мейізде көп болады. Йод қалқанша безі мен гипофиздің жұмысын жақсартады.
Бұл элементтің жетіспеуі негізгі зат алмасу процесін төмендетеді. Ағзадағы йодтың аз болуы ең әуелі орталық жүйке жүйесіне әсер етеді. Йод ас тұзында болады, соңғы уақытта ұнды да йодпен байытып жүр. Магний жетіспеген кезде көңіл күй құбылады. Адам ашушаң болып, ұйқысы нашарлайды. Ол күйзеліске қарсы макроэлемент болып табылады. Жүрек соғысының ырғақ кеңейтуге атсалысып, оттегімен қамтамасыз етуге көмектеседі. Сондықтан да магнийді жүрек ауруына шалдыққан науқастарға қолданады. Магний жасыл жапырақты көкөністерде, авокадода, балықта және кептірілген цитрусты жемістерде көп болады. Ал фосфор күш-қуат көзі. Фосфордың мөлшері кальцийдан 1,5 есе көп болуы керек. Фосфор жүйке жасушаларының қызметіне маңызды. Фосфор ақуызы мол ет, сүт өнімдерінде кездеседі. Мыс. Егер ағзада мыс жетіспесе, бауырда қорланған темір гемоглобинмен байланысқа түсе алмайды. Мыстың мөлшерінің аз немесе көп екендігінің көрсеткіші адамның шашы. Мыстың мөлшері төмендеген кезде немесе жетіспеген жағдайда шаш тез ағарады. Мыс қанға оттегінің өтуін қамтамасыз етеді. Мыс көптеген ферменттердің құрамына кіреді, ұлпалардағы тотығу реакциясын жылдамдатады. Мыс ағзаға тағам арқылы түседі. Әсіресе теңіз тағамдарында, қырыққабатта, картопта, қалақайда, жүгеріде, сәбізде, алмада көбірек кездеседі. Мырыш ол ағзадағы гормондар синтезіне араласатын маңызды элемент. Әсіресе құрсақтағы тіршілік иесінің дамуы кезінде аса қажетті минералдың бірі. Мырыш цитрус жемістерінде, қарақатта, сұлыда, қызанақта, қызылшада, асқабақ дәні мен шемішкеде, сарымсақта, сүтте, тазартылған күріште болады. Күміс бактерицидтік және антисептикалық қасиетке ие. Ол бактерияның 650 түріне қарсылық білдіре алады екен. Сондықтан күміс қосылған су ағзадағы көптеген зиянды микроағзаларды жояды. Тіпті ағзада аз ғана күміс жетіспеушілігі байқалған жағдайда адамның жұмыс істеу қабілеті төмендеп, қорғаныш қасиеті азайып, тез шаршауы пайда болады. Сондықтан ағзада үнемі элементтер қоры болуы үшін уақытында құнарлы тамақтанып жүрген абзал. Біздің тағамдарымыздың құрамында қажетті элементтер үнемі болуы тиіс. Дұрыс тамақтану әр адамның денсаулығының кепілі.